Тұқым қуалаушылық тірі ағзалардың ата-аналарына ұқсау қабілеті. Яғни ата-тектеріне тән қасиеттерді сақтап, ол белгілерді ұрпақтарына береді. Көбею кезінде тірі ағзалардың бұл қасиеттері дыңқының бөлінуі арқылы генетикалық ақпараттардың ұрпақтарына берілуін қамтамасыз етеді. Өзгергіштік тірі ағзалардың өз ата-аналарынан ерекшелену қасиеті. Түр даралары жынысты жолмен көбейген кезде ата-аналарының белгілерін толығымен көшіріп ала алмайды. Олар ата-аналарының екеуінің де қасиеттерін өз ағзасында біріктіреді. Өзгергіштіктің екі түрі болады: тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын. Сонымен бірге тұқым қуалаушылық үйлесімдік және мутациялық деп бөлінеді. Тұқым қуаламайтын модификациялық өзгергіштікте гендер өзгермейді. Егер арғы тегіндегі ата-аналары ірі болмаса, қорек жетіспесе, ағза ешқашанда ірі болмайды. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің нәтижесінде ағзалар өз туыстастарынан өзгеріп қана қоймай, өзгерген белгілерді ұрпақтарына береді. Тұқым қуалайтын өзгергіштік әрқашанда ағзаның тұқым қуалайтын белгілерінің өзгеруімен тікелей байланысты болады. Мутация кезінде ағзаның басқа да қасиеттері сияқты днк молекуласының құрамы да кездейсоқ өзгеріске ұшырайды. Үйлесімдік өзгергіштікте ата-аналарында және олардың арғы тегінде болған белгілер жаңадан үйлесім тауып бірігеді. Эволюция тірі ағзалардың қоршаған ортаға бейімделуінің артуымен және біртіндеп дамуы арқылы жүретін үдеріс. Дарвиннің эволюциялық теориясын табиғи сұрыпталу теориясы деп те атайды. Сұрыптау нәтижесінде түрлердің қоршаған ортаға жақсы бейімделгендері ғана сақталады. Егер барлық ағзалар бірдей болса, сұрыпталу болмас еді. Өзгергіштікке байланысты ағзалардың түрі сан алуан. Сондықтан табиғи сұрыпталу тұқым қуалайтын өзгергіштіктің негізінде жүреді деп бекер айтылмаған. Тұқым қуалаушылық қасиеттері ұрпақтарына берілмейтіндіктен модификациялық өзгергіштіктің эволюциялық рөлі жоқ. Модификация кезінде ағзалардың бейімделуі орта жағдайлары кенеттен өзгергенде тіршілігін сақтап қалуда маңызы зор. Тұқым қуалайтын өзгергіштік эволюцияның маңызды қозғаушы күштерінің бірі болып саналады. Эволюция ағзалардың ұрпақтарында көптеген пайдалы қасиеттердің жинақталу үдерісі. Бейімделгіштік қасиеттерінің артуы эволюция үдерісінде тірі ағзалардың жаңа түрлерінің пайда болып дамуына апарады. Чарльз Дарвин сұрыптауды эволюцияның негізгі фактор деп айтқан. Сұрыптау эволюцияның бағыттаушы факторы. Эволюция үдерісінің өзі тұқым қуалайтын өзгеріссіз жүрмейді.